Сәлеметсіздер ме 9-шы сынып оқушылары? 3-ші тоқсанның 2-ші бөлім бойынша жиынтық бағалауы тербелістер және толқындар бөлімі бойынша балалар. Бірінші нұсқасы. Басқа нұсқаларын іздесеңіздер каналға кіріп көрсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қараңыздар, берілген тапсырмалардың барлығын орындайтын боламыз балалар. Бірінші тапсырмада берілген суреттер ішінен еріксіз тербеліске жататын мысалды анықтаңыздар дейді балалар. Қарасаңыздар, бізге 7 сурет берілген. Бұл жердегі суретте бізде еріксіз тербеліске жатып тұрған, әткеншекте отырған баланы атасы тербетіп отыр. Бұл бізде еріксіз тербеліске жатады. Соның қасындағы грушаны ұрып тұрған бала, бұл да бізде еріксіз тербеліске жатады. Және де сағаттың тілшесі, бұл да бізде еріксіз тербеліске жатады балалар. Қалғандары ерікті тербеліске жатады. Келесі, екінші тапсырмада төмендегі суреттерде толқын түрлері көрсетілген. Бойлық немесе көлденең толқын, қайсысы бойлық, қайсысы көлденең толқын екенін біз жазуымыз керек. Бірінші сурет пен екінші суретте өзі стрелка арқылы көрсетіп тұр. Бірінші суретіміз бойлық толқынға жатады, екінші суретіміз көлденең толқынға жатады балалар. Суретке қарасаңыздар, суретте де анық көрсетіліп тұр балалар. Үшінші тапсырмада төменде нүктенің гармониялық тербеліс графигі көрсетілген. Енді осы суретке графикке қарап біз тербелістің амплитудасын анықтауымыз керек, екінші тербелістің периодын анықтауымыз керек, үшінші циклдық жиілігін анықтауымыз керек, төртінші тербелістің теңдеуін жазуымыз керек балалар. Бірінші тапсырмасынан бастап орындайық. Тербелістің амплитудасы ең биік нүктесін аламыз, яғни бұл жерде 8 см болып тұр. 8 см метрге айналдырсақ, 8 көбейтілген 10-2 дәрежесі метр болады. Сонда А тең 8 көбейтілген 10-2 дәрежесі метр деп жазасыздар. Келесі, тербелістің периодын анықтаңыздар деген балалар. Бір толық айналған уақыты бұл жерде 8 секунд болып тұр. Сонда тербелістің периоды Т тең 8 секундқа тең. Үшінші, циклдық жиілікті анықтаңыздар деген формулаға саламыз. Яғни циклдық жиілік тең 2π бөлінген Т деген формулаға саламыз. Сонда 2πді бөлеміз 8 секундқа 0,125 π радиан бөлінген секунд болады екен. Төртінші, тербелістің теңдеуін жазыңыздар дейді. X тең А синус циклдық жиілік Т деген формулаға саламыз. Енді орнына қоятын болсақ, 8 көбейтілген 10-2 дәрежесі синус 0,125 π көбейтілген Т болады балалар. Бұл бізде үшінші тапсырма. Графикке қарап, берілген 4 тапсырманың барлығын орындадық балалар. Осы үшінші тапсырмадан түсінбегендеріңіз болса, комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп түсіндіре кететін болады балалар. Келесі бізде 4-ші тапсырмаға келсек, тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығын 9 есе арттырса, контурдағы еркін электромагниттік тербелістің периоды дейді балалар. Т тең 2π түбірасты L көбейтілген С деген формуладан бұл жерде сыйымдылықты 9 есе арттырсақ, яғни түбірастында 9С болатын болса, түбірден шықса ол 3 болады. Сонда 9 есе арттырса, бұл жерде 3 есе артады екен периоды. Сонда Б нұсқасы дұрыс балалар. Келесі 5-ші тапсырмада есеп берілген балалар. Есептің берілген оқиын. Серіппеге ілінген жүк 2 минут ішінде 60 тербеліс жасайды. Егер серіппенің қатаңдығы 4,9 ньютон бөлінген метр болса, онда жүктің массасы дейді балалар. Бірінші біз тербелістің периодын анықтауымыз керек, екінші жүктің массасын анықтауымыз керек. Есептің берілгенін жазып алайын. Т бізде 2 минутқа тең, Н бізде 60-қа тең, К бізде 4,9 ньютон бөлінген метрге тең. Бірінші табуымыз керек периодты, екінші массаны. Ең алдымен 2 минутты секундқа айналдырып аламыз, 60-қа көбейтеміз, сонда 120 секунд болады. Енді периодты табамыз. Т тең Т бөлінген Н деген формулаға салу арқылы 120 секундты бөлеміз 60-қа, сонда 2 секунд шығады екен. Екінші, Т тең 2π түбірасты М бөлінген К деген формуладан М'ді тауып аламыз. Ол үшін ең алдымен түбірден құтылып аламыз. Сонда Т квадрат тең 4π квадрат М бөлінген К болады. Осы жерден массаны табатын болсақ, М тең Т квадрат көбейтілген К бөлінген 4π квадрат болады екен балалар. Енді осының орнына қоямыз. 2 секундтың квадраты көбейтілген 4,9 ньютон бөлінген метрді бөлеміз 4 көбейтілген 3,14 квадратына. Сонда көбейтіп бөлген кезімізде балалар жауабы 0,5 килограмм болады екен. 5-ші есепте бізде тербелістің периодын тап деді, жүктің массасын тап деді. Екеуін де анықтап таптық балалар. Жауабын жазып қойыңыздар.
ары қарай 6-шы есеп берілген. Аңшы мылтық дауысының жаңғырығын 4,5 секунд өткен соң естиді дейді. Мылтық дауысын шағылдыратын бөгеттің орналасу қашықтығын табуымыз керек. Дыбыстың таралу жылдамдығы 340 метр бөлінген секунд дейді балалар. Есептің берілген жазайық. Т тең 4,5 секундқа, В тең 340 метр бөлінген секундқа табуымыз керек S қашықтықты. S тең V көбейту Т бөлінген 2 деген формулаға салу арқылы шығарамыз. Сонда 340 метр бөлінген секундты көбейтеміз 4,5 секундқа бөлеміз 2-ге. Сонда жауабы 765 метр шығады екен балалар. Келесі 7-ші тапсырмада электромагниттік толқындарды жиілігінің өсу ретімен орналастырыңыздар деп тұр. Бұл жерде өсу ретімен болса, бірінші радио толқын, екінші инфрақызыл сәуле, үшінші бізде ақ жарық, яғни көрінетін жарық, төртінші ультра күлгін сәуле, бесінші рентген сәуле, алтыншы гамма сәулесі балалар. Балалар, осымен бізге берілген бірінші нұсқадағы 7 тапсырманың барлығын шығарып аяқтадық. Түсінбеген жеріңіз болса комментарийға жазып сұрасаңыздар болады. Сау